Құрметті ағайын, біз бір ғажап туындыға тап болып тұрмыз. Бүгін мынау жаңағы, бұл енді Сағыз өзенінің бойы. Ғажап туынды, қалай салынған, адам таң қалады мынаған. Мына кесектердің жымдасуы және де бұлардың қиылысуы, ана төбенің салынуы. Төбелерді көрсетші кім? Төбені қара, төбені қалай салынуы, ана кесектердің қалай жымдасуы. Адам таң қалады, не деген шеберлік деп таң қалып тұрмын. Енді мұнарада бұның құлпытасы болмағасын, кім екенін біле алмай тұрмыз. Бұл арада мұнарада Аллах әл-баржын деген жазу тұр. Әл-баржын. Енді бұдан артық не көре алмадық мұнарада. Мұнарада әлімнің несін таңбасы салған, мынау енді жаңа шектілік салғысы келген бе түсінбедім. Мұнарада қара кесектікі, мұнарада адайдікі, ожырайдікі да бар. Неше түрлі таңбаны кейінгілер сала берген сияқты. Осындай болып тұр бұл. Мыняқта мына көрсетші төбелердің қалай қиылысын жымдасқанын. Ғажап. Және де мынада мысалға мынандай қылып келген уақытта мына кесектерді қалай мынандай қылып бұрыштары менен мына қара, мына жетпей қалған жеріне мынандай, мына жерде мынандай қыстырылып. Ғажап туынды мынау бір. Ғажап туынды. Және де бұда айналдыра қаптаған жылқының сүгіретін сала берген. Жылқы қаптаған садақтың сүгіреті, жылқының сүгіреті. Енді ғажап енді. Мына қара, қалай қиылыстырып келтірген. Мына қара, Мысыр пирамидасы сияқты. Мынаны былай қылып әкеліп, мына қара. Арасында саз жоқ, ештеңе жоқ. Мына прямой тастың көзін осылай қылып қараған. Бір-біріне жымдастырып, сызық қалған сияқты. Мына қараңыз, мына. Сызық қалған сияқты тек қана. Ғажап, пышақ өтпейді арасына деген. Мына кірпіштерді қарашы, мына қара, мына қара. Мына жерде мына кірпіш ұзындау болса, соны мынаға әкеліп, мына жерге тығып жіберіп, қалай салған мынаны. Айтатыны жоқ, ғажап туынды. Мынарада мынандай белгілер бар. Мынарада да бар. Мынарада етік салған, етікті көрсетші ме? Әйел адамның етігін салған бұларға. Және де мынада мылтықтың сүгіреті. Айтатыны жоқ, шеберлік енді. Жарға жүр. Мынарада түсінбедім енді. Қасықтың сүгіреті, домбыра ма, қасық па? Сондай сурет салған. Жылқылар салған, қаптаған жылқы. Міне жылқы салған. Жылқының сүгіретін салған. Ойып салған сол заманда. Мынау әйел адамның етігі. Несі жоғары қарап кеткен, көрдіңіз ба? Бұл ғажап туынды, енді айтатыны жоқ. Жардың қалыңдығын қара. Жардың қалыңдығы 1 метр. 1 метрден де астам даже. Іші көріне ме? Айтатыны жоқ. Мына жерлерге де жылқының суреттерін салып тастаған. Мына қара. Жардың мына есікті кіре берсін қалай қиыластырып салған. Кірпіштерді қашап. Ой, шіркін ай десейші.